Достар, сәлем. Бүгін логистика бойынша сабағымызды жалғастыратын боламыз. Естеріңізде болса, алдыңғы сабақта 139 экспресс бойынша заказ берген болатынмын. Енді осы заказымыз қай жерге келді? Қазір қарайық. Бізде заказ салғаннан бері 3 күн өтті. Грузовик белгісіне барамыз. Мына жерде заказ берген товарым тұр. Астындағы жазудың үстінен басып, жүріп өткен жолын қарайық. Міне, 7 декабрь заказ салынды. Продавец қабылдады, жіберді. 9 күні курьерлік компания қабылдап алды. Ал 10 күні сортировочный центрға барып, товарым ары қарай Үрімші қаласына жіберілді. Енді осы жерде товардың трек-кодын копировать етіп аламыз. Міне мына жерді басамын. Товарымыз сайт отслежкада шығып тұрма, соны қарайық. Google-ға барамыз. 139 экспресс деп жазсаңыздар, бірден осылай шыға келеді. Біріншісін таңдап кіреміз. Бұл 139 экспресстің сайт отслежкасы. Сайт жүктеліп жатыр. Номер накладной деген жерге жаңағы трек-кодты қоямыз. Копировать етіп алғанмын, ставить етемін. Найти. Міне, 9 күні 139-дің офисына келді, түсті. Яғни, компания қабылдап алған күннен бастап, осы жерде товарыңызды күнделікті жүрген жолын қарап отырсаңыздар болады. Ал 10 күні аэропортқа жіберілді дейді. Енді тосамыз, осылай күнделікті қарап отырамыз. Қазақстанға жеткізілгеннен кейін бізде басқа сайт отслежка жұмыс істейтін болады. Әзірге тосамыз. Енді товардың салмағына шамамен қанша теңге төлейміз екен, соны есептеп қарайық. Мына ең астында қарайтын болсаңыздар, расчет деген бар. Соның үстінен басамыз. Мен органайзерге тапсырыс берген болатынмын. Ол товардың салмағы ең көп дегенде менің есептеуімше 200-300 грамдай болуы қажет. Мына жерде елді таңдаймыз, Қазақстан деп. Вес посылки деген жерге 0,3 дейін. 300 грамм есептейік. Доставкасы $5 шығып тұр. Срок доставка 8-25 күн. Осылай шамамен товардың салмағын есептеп қарасаңыздар болады. Қазір 1 килограммды қарайық. Бізге қанша есептеп береді екен? Егер 1 килограмм болса, $9. $9 дегеніміз шамамен бізде курс доллары күнделікті өзгеріп отырады. Шамамен 460-қа есептеп алатын болсам, 4140 теңге. Біраз қымбат шығады екен. Енді менің осы 300 граммдық товарым, қазір қайтадан қарайын, есептеп. Жаңа $5 шыққан. Бірталай шығып кететін секілді. 2300 теңге шығып тұр. Өте қымбат екен. Жаңа поста, біз білесіздер, 1 килограмм товарға осындай 2200-2300. Мүмкін базада басқаша, ал қолға тиген кезде басқаша есептеп беретін шығар. Егерде осы 139 бен заказ алған болсаңыздар, сіздер қалай оплата жасадыңыздар, төменде қалдырып кетсеңіздер болады. Және де кері байланыс беріп 786-139 туралы ақпарат қалдырған барлық қолданушыларға рахметімді айтамын. Басқаларға пайдалы болсын, тағы да бөлсе кетсеңіздер болады. Келесі сабақты жіберіп алмаңыздар. Қазақстанға жеткеннен кейін қалай отслежка жасаймыз және де весіне қанша төлейміз, соның барлығын бірге көретін боламыз.